Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым. Арнама қош келдіңіздер. Арнаға жазылып лайк басып мені қолдап отырыңыздар. Әңгімені көп созбай 25 бөлімін 3 күнде аяқтайын деп отырмын. Қазір 9 бөлімге келдім. Сол үшін мені қолдап, міндетті түрде подписаться кнопкасын басып кетіңіз. Және де осындай керемет шығарманы тыңдаңыз. Ал ендеше әңгіменің жалғасын жалғастырып оқып берейін. Сол күні шошып барып үйден шыққанымда, жолда тұрған Дариғаны көріп, әрең дегенде есімді жидым. Сондағы қорыққанды қайтейін. Мына қыз өзі не айтты деймін? Бұл менің өз үйіме кіріп шыққанымды көріп қойған ба? Әлде бір сусылдақ өсекшілерден естім екен. Артымды ашпай тұрып мектебін бітіріп құрса еді, онан әрі байға кетсе тып-тыныш болармын. Өйткені қанша жерден ойнастық жасағаным дұрыс емес десем де, маған бұрынғы күйеуімсіз мына өмірдің қызығы жоқ екенін түсіндім. Жалғыз алданышым, жақсы көретін жұбайым еді. Енемен ерегісіп жүріп, онан да айырылдым. Ал қанша жерден ағам мені алақанына салып сыйласа да, бұл кісі маған бәрібір бірінші байымдай бола алмады. Қысқаша қайырғанда, мен мұны бірінші күйеуімді сүйгендей сүйе алмадым. Ал енді сол күні есік алдына басы салбырап тұрған күйеуім қайнағамды көргенде қатты ұялдым. Онан әріде атамның бауыры мен оның балалары тұр. Бәріне көңіл айттық та бір топ қыз келіншек үйге кірдік. Абысыным мен енемді құшақтап көңіл айтқан болдым. Алайда көзімді сығымдап жүрсем де, менің есімнен үйдегі қыздың айтқан сөзі кетпей қойды. Өзіммен өзім қорқып, әуреге түстім. Алайда үйге келсем жоқ екен. Оның ертесіне тағы да ештеңе сұрай алмадым. Қалай сұрайым? Не деп сұрайым? Сен оны қайдан көріп қойдың деймін бе? Өзім айтқандай, бірнеше рет барып шықтым. Демек біреу болмаса тағы біреу көрген анық. Ал егер үндемей жүре берсе, ол қыз әкесіне айтса ше? Сол үшін байын сұрап қалса, не айтатынымды іштей қайталап дайындалып жүрдім. Әрине, сөмкемді алып қайттым деймін. Басқа не деймін? Біз енді кездесе алмаймыз, бәрін доғарамыз, деп жаздым бір күні. Бұл атамыздың 40 болайын деп жатқан кез еді. Сол күні өзі жазған. Қалаға барып азық-түлік әкелем, алдағы апта әкемнің 40-ын берем, деген. Мен сенсіз өмір сүре алмайым, дейді. Менің амалым жоқ, ауылда көзге түсеміз, деп жаздым. Ендеше қалаға барып кездесіп тұрайық, деп жалынды. Болмайды дедім ба, болмайды. Енді маған жазушы болма, күйеуім бар, деп қорқытқан болдым. Ал ол оны тыңдамады. Ұзыннан ұзақ бірдеңені жазып жатты. Не жазып жатыр деп күтіп отырмадым. Бұғатқа қойып құтылдым. Осыдан кейін жүрегім орнына түскендей болды. Негізі оның менде нөмірі жоқ еді. Сақтап алмағанмын. Өйткені жатқа білетінмін. Керек кезде теріп жіберем, WhatsApp-на жаза салатын едім. Басында мен жазбағанша жазбайтын байым соңына қарай үдеп кетті. Мектепте жүргенімді білсе, сағатқа қарап жіберіп жаза салатын болды. Мен сонда сабағыма алаңдап, WhatsApp-ма қарамасам, қараш дегенде гудок тастайтынды шығарды. Бұл деген өте қауіпті еді. Мұндайдан бір күні болмаса бір күні қолға түсетінімді білдім. Ешкімнің басына бермесін. Бұл деген өте қиын. Үнемі телефоныңды жасырып, жазып қалама деп қорқып үрейленіп жүресің. Әрине, мұндай қорқыныш жүйкеңе тимей қоймайды. Қит етсе қорқақ қоянның кебін киесің. Ұрының арты қуыс дегеніңіз осы екен. Ол саған жазғанын көргені бөлек. Ал егер аңдып барып төсекте ұстап алса, ол тіпті бөлек. Ондайда әрі қарай елестетудің өзі қиын. Өйткені намысы тапталған еркек көп жағдайда аман қалдырмайды. Міне мен осыдан қорықтым. Сол үшін оны бұғатқа салдым. Сонан соң үлкен қыздан хабар күтіп жүре бердім. Жоғарыда айтқанымдай, сөмкемді алуға бардым деймін. Алайда қыздан да ағамнан да ешқандай жаңалық болмады. Шынымды айтсам, сол екеуінен келер қауіпті бір ай күттім. Айттым ғой, не қыз ештеңе демеді, не мен айтпадым. Осылайша бір ай өте шықты.
Біздің үйленгенімізге 1 жылдан кетіп барады. Мен сені емдетіп көрсем, дейді бір күні ағам маған. Біраз жерге бардым, болмады, дедім. Сол қағаздарың қайда? Деп сұрады. Арғы үйде қалды десем. Қағаздарың керек, менің бір врач Палчаным бар, сол сұрап жатыр, дейді. Мен ол үйге бармайым, білесіз ғой, қажет деген сараптамаларын жазып берсін, қайта тапсырам, дедім. Сол жерде ас қайырған күйеуім телефонын шығарып, бір еркекпен сөйлесе бастады. Құлағымды созып тыңдап отырдым. Анализдерге ақша шығындап қайтесіңдер, тым болмаса бір доктор жазған заключение болса болады, соған қарап айтамын, дейді Палчаны. Үйіңе барып әкеле ғой, дейді күйеуім. Мен ол үйге баратын болғанымда сізге тимес едім, деп басымды ала қаштым. Сонда маған бір түрлі қараған ағам, ол сенің ата жауың емес, тұздамың жараспады, ажырастыңдар, онда тұрған не бар? Менің де әйелімді құдай алып осындай болдық. Көрмейсің бе? Мен бұрынғы қайын жұртымен араласа берем. Сенің де күйеуіңмен араласам. Бұл біздің маңдайымызға жазылған тағдыр. Тағдырым солай болды деп, ат құйрығын үзіп кетуге болмайды, дейді. Онан көп етпей, атаң айтқанда мен бар демесем баратын ойың жоқ. Мына дүниеден кетпейтін кім бар? Адам деген ондайды ойламау керек. Өлімнің аты өлім, дегенді қосты. Жарайт, бір күні барып әкелермін, деп қоя салдым. Әкел, иә, суретке тартып, мына профессор Палчаныма жіберейін, деген күйеуім орнынан тұрып, пульт іздеп кетті. Жұмыр жүрегім жұмсарып мен қалдым. Солай. Барып араласа бер дейді ағам. Әрине, араласа бер дегені байыңа бер деген емес. Соны түсіндім. Бірақ мен ол үйге барсам байым бұтыма басын тықпай жібермейді, соны білем. Ал енем барда ол үйге сүйресе де бармайым. Әй, тоқта, бұл маған бар деп әдейі айтып отырған болмасын? Ана үлкен қыз мұның құлағына сыбырлаған болмасын? Әйтпесе олай айтар ма еді? Меніңше есі дұрыс еркек бұрынғы байының үйіне барып, құжаттарында әкел деп айтпайды. Міне дәл солай. Мен мұны сол үшін тағы бір рет сынап көруім керек деп, үндемей жүре бердім. Ағам ұмытып кетті ме, әлде күтіп жүрді ме білмейм, бұл да үндемей жүріп апта өтті. Бір күні жұмыстан келген ағам, маған бүгін Палчаным қоңырау соқты, сенің қағаздарыңды тағы айтты. Сен не қылдың, әкелдің бе? Деп сұрады. Барғаным жоқ, дедім. Неге бармадың? Деген ағам таңдана қарады. Қолым тимеді, баратындай уақыт болмады, дедім. Мына тиіп тұрған жер алыс емес қой. Қолың тимейтіндей не істеп жатырсың? Мектептен қайтқанда кіре салсаң болмай ма? Дейді. Болады ғой, бірақ менің ол үйге барғым келмейді, деп тоңқылдаған болдым. Көп сөзді қойда бар, мені Палчанға өтірікші қылма, деп ескертті. Тап осы жер қолайлы, ойымды айтатын сәт болатын. Өзіңіз еріп барсаңыз, мен кіріп шығайын, деп сөзге тарттым. Ендеше алдағы демалыста, деген ағам әрі қарай ештеңе сұрамады. Айтарымды айтып алып, соңы не болады деп мен де тым-тырыс болдым. Білесіздер ме, мұғалім мамандарының алдағы демалыста деген жоспар болады. Біз сорлылардың ештеңеге қолымыз тимейді. Сол 2 күнді тынығып аламыз да, мектепке барғанда миымыздың ашуы қайта басталады. Біздің күніміз құрсын. Оқушыларға сабақ бергеннен шаршамаймыз. Жазу сызудан шаршаймыз. Осы күнгі мұғалімдер қағаз басты болған адамдар. Біз мектепке барғаннан қайтқанша қағаз жазамыз. Онан үйге келіп, көзіміз ілінгенше тағы да жазамыз. Біздің кез келген жұмысты демалысқа қалдыратынымыз содан. Шаршап жүрген ағам демалыста десе, онысы дұрыс шығар деп ойлап қоя салдым. Сонан соң қуанышым қойныма сыймады. Өйткені үлкен қыздың ештеңе айтпағанын білдім. Сонымен жүре беріппін, әнем не дегенше ертең демалыс болатын. Мен оны ұмытып та кеткен екенмін. Сол күні жұмыс соңында күйеуім мені күтіпті. Есіктен шыға бергенімде қоңырау соғып, күте тұр дегенді ескертті. Жандағы келіншектермен хоштас қала бердім.
Арадан көп өтпей ағам шығып бірге қайттық. Соңына еріп, ананы мынаны айтып еркелеп келем. Бір кезде біздің үйдің тұсына келгенде, алдында бара жатқан ағам өзінен өзі тар көшеге бұрыла берді. Сонда ғана менің есіме құжат түсіп селт еттім. Ойбай, өлім деймін жаным шығып. Үйткені бұрынғы күйеуіме ескертпеген едім. Ол қазір мені көрсе бас салып төсекке сүйрейтін анық. Сол жерде қалтамнан телефонымды шығарып, бұғаттан іздей бастадым. Алайда ескертіп үлгермедім. Біздің үйдің тұсына жеткенде ағам маған қарап, мен осы жерде қалам, сен барып алып шыға ғой, дейді. Бұл да бір құдайдың қиыстырғаны шығар. Қақпаның ашық тұрғаны бар. Аңырап барып кіріп, есікті қақтым. Әлдегімнің жүгіріп келе жатқан аяқ дыбысы естіліп, есік ашылды. Келдің бе жаным, деген күйеуім ішке қарай тартып алып, есігін тарс жапты. Әй, жынды жібер, қақпаның алдында күйеуім тұр, деп қасарысып жатырмын. Ол оны тыңдайтын түрі жоқ, қапсырақ құшақтап ішке қарай сүйреп барады. Кеудесінен итеріп ұрсып бердім. Ол онан сайын жабысып астыма қолын жүгіртті. Сонан соң көйлегімді көтеріп жіберіп, іш киім шетінен суланған астыма салып келіп жіберді. Мен бұрынғы жатын бөлмемнің есігіне сүйініп, тік аяқта тұрмын. Белінен қапсырақ құшақтап алған күйеуім шартты-шарт дегізіп соққылап жатыр. Мұндайда қалай айқайлайсың? Өз көтіңді өзің ашасың ба? Бұл енді шаруасы бітпегенше жібермейді. Оның үстіне аузыңа құм десеңдер де айтайын. Алапат соққысы ұнап барады. Сонда менің басымды есіктен шығарып, терезеден сыртқа қарап тұрғаннан басқа амалым қалмады. Әне, анадай жерде қақпаның сыртында тұрған күйеуім мектептен қайтқан кішкентай оқушылардың бастарынан кезек-кезек сипап, бірдеңелерді айтып тұр. Әрине, жарықта тұрған ол мені қараңғы үйдің ішінен көрмейді, және де дайын тұрған құжат жоқ, оны іздеп табу керекпін. Дегенмін, ол да біраз уақыт алады. Соны білетін ағам оқушылармен сөйлесіп уақыт өткізіп тұр. Ал үйдің ішінде тік аяқта тұрғызған күйеуім мынандай сұмдық жасап жатыр. Негізі осыдан кейін мен мұнан алысқа кете алмайтынымды түсіндім. Өз үйім өлең төсегім дегендей, қыздай қосылғаның бір бөлек, жолдан қосылғаның бір бөлек екенін түсіндім. Шатастым-ау деймін. Мен бейбақ осы қатты шатастым. Мынандай соққыдан тумаған баланы анау шерткеннен туам ба? Білмеймін. Сонда маған жабысып біраз интінген бұрынғы күйеуім әйтеуір бір кезде шаруасын тындырды. Енді жоламаш, сенбесең әне, қара, күйеуім тұр, деп итеріп тастап, іш киімді көтердім. Онан сол бөлмедегі айнаға қарап, орамалымды жөндеп тартып, көйлегімді түзеттім. Колгот киімді көтеріп, сандықтың үстіне тұрған жүкті аударып тастап, медициналық қағаздарымды алып, мына төсекті өзің жинап ал, мен асығыспын, деп шалқалап жатқан байыма бір қарап шығып кете бардым. Мені бұғаттан шығар, я, деп сыбырлаған күйеуім қала берді. Ал енді жолда жүре алсам деймін. Астым бүлініп, өзімнен өзім ыңғайсыздана бердім. Сол сәтте үйде қыздардың бірі болса ғой, деп келем. Себебі кейде мына ағамның да есіктен кірген бойда төсекке сүйрейтін әдеті болаған. Алайда ол былтыр үйленген кезімізде, қазір ондайын қойған сияқты. Дегенмен еркек дегенде ес болмайды. Есіне түсіп айғыры кісінесе болғаны, байым сияқты басталады. Сонан соң бұл сорлыдан құтылып көр, душқа кіріп шығайын дегеніңіз, сайманы сипап декеңдеп тұрады. Әбер болғанда үйге жетсек екі қыз да бар екен. Сонда ғана жүрегім орнына түсіп, толқығаным басылды. Бұл да бір қалай болды деймін. Мұндайды не деуші еді? Бір оқпен екі қоянды атты деуші ме еді? Әлде басқаша айтама. Әйтеуір көңілдесі бар келіншектердің екі майданда соғысам дейтін білемін. Мен де сондай болдым. Бір жағынан құжаттарымды көтеріп, ағамның жаны жай тапса, екінші жағынан талтайып қойып, бұтымның жаны жай тапты. Ал өзімнің жанының жайланғаны бұл енді мүлдем бөлек әңгіме. Дегенмен қызық екен. Бір құшақ құжаттарымды қараған ағамның палчаны
Мына келіншегінің ешқандай да ауруы жоқ. Тоңқайтып қойып тыға бер. Тыға алмасаң маған бер, деп қалжыңдап күлкіге қарқ қылды. Онан менің ағамның қауқары жетсе болғана. Не дегенмен 40-ның 6-сына келіп, кәріліктің кәлләсі көріне бастаған адам ғой бұл. Осылайша күндер зулап өте берді. Оқтын-оқтын ағам да күңкілдейтінді шығарды. Сен менен емес, күйеуімнен деп едің? Сол рас болса, бір ұл туып берсейші маған. Бала керек, бұл бала керек, дейді. Құрсын, енді қайтем деймін. Сонау жылы енемен сотасып жүргенде, сен қатын бала тумадың деп менен көреді, өзінің баласынан көрмейді, деп айтқан едім. Сол өтірік сөзім жыл айналып алдынан шықты. Мұндайда өзіне жабысқаннан басқа амалым жоқ. Сіздің жасыңыз келген ғой, әйтпесе палшадыңызды айтты емес пе, менде кінә жоқ, дедім. Иә, мүмкін, деген ағам ойланып қалды. Арадан тағы да бір ай өте шықты. Ағам тағы да түртпектеп бастады. Мені кәрідеш, ал жас жігіттен неге тумадың екен? 10 жылдан аса тұрдың емес пе, дейді. Тап осы сөзіне айтайын жауап таппадым. Жатқан жерім жарылмады, мен кірмедім. Сонда менің ренжігенді білген ағам, өзің айтқандай, менің де жасым келіп барады, білесің. Енді қартаймасам жасармайым. Маған ұл керек деп жасыңа қарайлап едім, дейді. Сонда бұл айтқаны, мен сені туат деп ойлап қалдым дегені ғой. Жоқ, ойлап қалдым емес, сеніп қалдым дегені. Сонда ғана мен бейбақ мына ағаммен де болашағымның бұлыңғыр тарта бастаған түсіндім. Сол үшін бұғаттап қойған байымды қайта шығарып сөйлесе бастадым. Күн айналып ақ төсекте армансыз кездесетін сәт туды. Мен Астана қаласына тәжірибе арттыруға оқуға кеттім. Басқа мұғалімдермен жатақханада жатпай, пәтер жалдап бөлек кеттім. Сол күн-ақ күн кешкіргенде күйеуім келді. Әрине, бұрынғы күйеуім келді. Сөйтіп, күндіз сабаққа тойсам, күнде тойдым. Бірақ мен бейбақ сонда да бала көтермедім. Әйтпесе етегім түрілгеніне 12 жыл болған еді. Сол жылдары қатарларыма қарағанда мен өзімді өте төмен санайтынмын. Әйтпесе мен сияқты мұғалім мамандығын таңдап, бір жерде 10 жылдай тұрақты жұмыс деген ешбірі жоқ. Қыздар жағы тұрмысқа кетіп, балалы болғандар үйде отырса, тағы біреулері қалада қалып, тиіп қашып әр жерде жұмыс істеп жүрді. Алайда олардың бәрінің балалары болды. Олардың менен үстемдіктері сонда болатын. Ал бала бола алмағаным мендей бейбақты қатты тығырыққа тіреді. Соңғы кездері екі еркек етегімді кезек-кезек көтерсе де, бала көтермей жүре бердім. Әйтпесе оқуға барғанымда, бұрынғы күйеуім 10 күн құшағымда түнеді. Мамама жұмыспен сөйлесем, онан бір келіншекпен сөйлесем деп алдап қайттым, дейді көңілдес күйеуім. Себебі қақпас қатын 10 күнге қалай жібереді екен деп таң қалған едім. Сөйтсем, бұл сорлы шешесін алдап келіпті. Алыстан арбалағанша жақыннан дорбала деген бар. Анау медик қызда жәукем десе, оның да жасы келді, деп ақылымды айттым. Ол маған ұнамайды. Бірақ сен бекер қылдың, деп өзіме жабады. Мұндайда кәдімгідей ойланып қалам. Өйткені сенікі бекер десе, менікі шынымен де бекершілік болды. Бостан-босқа жылы төсегімді ауыстырып, ешқандай нәтиже шығара алмадым. Осыдан кейін бала тусам деген арманым сағымдай болып ұзап бара жатты. Сөйтіп салымды суға түсіріп, сағымды сындырды. Қазір қап деймін, өкінем, әттең деймін. Осы күйеуімнен ажыраспай тұрып, бөтен тесік көруім керек пе еді, деп қалам. Білмейм, тап солай ойлағанда күндерім болды. Бірақ ауыл арасынан қолайлы жігіт табыла қоймады. Анау ағама сенгендей болған едім. Ол кісіде сыртынан сипағаннан әр аспады. Бәлкім ішіне салатыны сүйеуге ғана жарайтын салаңбайға айналған шығар. Себебі ол жасы келген кісі еді. Мүмкін, бұл жөн біреулер мені сыртынан өссеугер. Әрине, мен қателік жасадым, оны өзімде мойындаймын. Бірақ ұрысқақ енемде сондай болуыма мұрындық болды ғой. Сол үшін мен жіберген үлкен қателік
ол менің алғашқы ақ некемді бұзбағаным деп ойлаймын. Өйткені мен оған жауып, ол маған жауып жүріп, 10 жылдан аса уақытымды өткізіп алдым. Сол кездерде әсіресе соңғы жылдарда бөтен еркек тауып бағымды сынап көруім керек еді. Сондайға бармағаным. Қателігім болсын, мен сол үшін өкінем. Бірақ тағы да айтам, некелі күйеуі бар әйелдің ондайға баруы өте қиын. Қорқыныш, үрей дейсің, әке-шешенің абыройы, ұят дейсің. Бірақ ең қиыны, бала болғаныңда күйеуің күдіктеніп, қан тапсыртса, қызығы сонда болады. Міне осы соңғы айтқаным мені арам ойымнан қайтарып тежеп жүрді. Әйтпесе мына заманда 5 баласын 5 еркектен туған қатындар да бар ғой. Тіпті туған балаларының әкесі кім екенін білмейтін келіншектер бар. Бірақ тәп-тәтті балаларың болса, некеңді былғап, бөтен еркекпен жату ең лас тірлік. Әрине, мен өзімді ақтамайым, бірақ менің жағдайымда айта кететін тағы бір жайт, ол менің бұрынғы күйеуім болғаны. Сол үшін де мен бейбаққа онымен жатқаным аса қатты жеркеніш туғызбады. Бұл дегеніңіз, үйренген жау атыспаққа жақсы дегеніңізге саят. Тағы да айтам, мен оны қатты жақсы көрдім. Сонан соң мен оның қылығына да, құшағына да үйреніп қалған едім. Бұлайша айтқанда, ол екеуміз бір-бірімізге сіңісіп қалған адамдар едік. Дегенмен болар, іс болды, бояуы сіңді. Тағдырымның тәлкегін әрі қарай баяндайын. Бір күні мектептен қайтқан үлкен қыз көңілсіз күйде есіктен кірді. Мен өзім осы қыздан секенденіп жүретінмін. Бұл қызға сен мұғалім болма, мұғалімдік деген ми аштатын жұмыс, сен медик бол қызым, деп апасы айтқан. Сол үшін жақсы оқып дайындалып жүрген. Өйткені биыл мектеп бітіреді, қалаға оқуға кетеді. Сол келгенде бөлмесіне кіріп, өзіне өзі бақырып жылап жіберді. Селт етіп шошып кетсем де, не болды деп жетіп бардым. Ол мені есіктен итеріп жіберіп, ішінен іліп алды. Қыз, не болды саған? Қой жылама, қане есігіңді аша қой, деп сырттан тықылдатып тұрдым. Алайда төсегіне бүк түсіп жатып алған қыз ешқандай сес бермеді. Тек анда-санда мұрнын тартып қорсылдап жата берді. Мұндайда әкесіне қоңырау соғатынмын. Бірақ баяғы сөзінен кейін оған жүрегім дауаламайтын болған. Өйткені жаназадан келіп, сен қыз не айттың? Деп мен сұрамадым. Ол өзі айтпады. Сөйтіп жабулы қазан жабулы күйінде қалған еді. Сонан бері үнсіз жүрдік. Әйтпесе бұл қыздың өзінен өзі жылайтыны әу бастан бар. Бәлкім анасы есіне түсетін шығар, сағынатын шығар. Бірақ бүгінгісі тіпті басқаша. Әкесі келсе ашу үстінде артында ашып қояма деп қорқып қоңырау соқпадым. Қыз болса біраз жылап барып басылғандай болды. Сонан соң бөлмесінің ішін тарсылдатып, шкафтардың есігін ашып жауып жатты. Есігінен тың-тыңдап қойып, Құдайдан жалынып, құйрығымды қысып мен жүрдім. Сөйтсем, әңгіменің бәрі бұл қыздың папасында екен. Күйеуімді аудандық білім басқармасына жұмысқа шақырыпты. Қызына көшеміз деп айтқан көрінеді. Қыздың оған барғысы жоқ. Анам жатқан ауылдан кетпейм дейді. Әрине, жұмысы ауысса маған да кету керек болады. Ол кезде көңілдес күйеуімнен айырылам. Тап қазір құмарма жарап отырған сол күйеуім десем өтірік емес. Мынаның әр кезде бір әуп дегені болмаса, бала туа қоймаспын деймін. Бірақ бұл екеуінен туатын болсам, әлде қашан тумас бедім деп тағы да ойлана бастадым. Сонан соң ағаммен ауданға кетсемше, аудан дегенің үлкен жер ғой. Бұлардан басқа тағы бір еркекпен жатып көрсемше деймін. Ал жұмыс дегенің мен үшін проблема емес. Егер ағам білім басқармасында методист болса, онда мен сол аудандағы кез келген мектептің есігін теуіп кірем. Қысқасы сонда мені қатты ой басты. Үйдегі кіші қызды ауданға көшуге үгіттей бастадым. Сөйтіп біз үшеуміз бір жақ болсақ, үлкен қыз бір жақ болып жалғыз шапты. Соңында қырғын салып, аяқ астынан ұрыс шығарды. Өлген адам өлді қызым, менің қолымнан не келеді? Өлгеннің соңынан өлмек жоқ. Тірі адам тіршілігін қылады, дейді ағам.
Мен бармайым дедім ба, бармаймын, дейді үлкен қыз. Қызым, анаңның басына келіп тұрамыз. Сосын сен мектеп бітірдің, бәрібір қалаға кетесің, ауылда қалмайсың, дейді әкесі. Көшпейсің дедім бе, көшпейсің, бітті, дейді қызы. Негізі бұл қыздың аптасына 3-4 рет мамасының басына барып қайтатын білем. Онысын сыртта естіп жүрдім. Өзі завуштың қызы болған соң, айналасында шабармандары көп. Бір қыз болмаса тағы бір қызды ертіп барып келіп жүреді деген. Сонда не істейді десеңіз, жылап-жылап отырып қайтады, дейді бірге барған қыздар. Су құяды дейді, топырақ тастайды дейді, айналасының шөбін жұлып тазалайды дейді. Әйтеуір әр барғанда біраз отырады екен. Ал әкесіне басқа қатын алып мамамды ұмыттың дейтін көрінеді. Ол ағамның әулие басына бара беретін уақыты жоқ, жұмыс басты адам. Жоғарда ағам айтқан, тірі адам тіршілігін қылады деген осы. Алайда қасарысқан қыз қайтпады. Сендерге іні керек, бауыр керек деп, мен сол үшін үйленем деп едің. Қане сол ініміз, бізді неге алдайсың, деп бақырды. Әбүйір болғанда өз бөлмесіне жетіп бақырды. Мұны естігенде құйрығым терлеп қипақтай бердім. Қайтейін, қысып жүрмеген соң көтім бір тұтам ғой. Қой қызым, олай деме, бұл да сенің анаң, деген әкесі бір айтты. Төсегінде бетін басып жатқан қызы тағы да бірдеңе деп тоңқ етті. Қой қызым, бұл сенің анаңның орнына ана болып келген кісі, олай айтпа. Қане тұра ғой, дастарханға келіп тамағыңды іш, деп 3-ші рет айтты. Сонда, бала тумайтын білдің ғой әкешім, біле тұра бізді алдап осыны алдың, деген қызы адып тұрып есікті тарс жапты. Мына қыз жасына жетпей қағынған қыз, бала тууды қайдан білет десеш, мына заманғы қыздардың білмейтіндері жердің астында болар, үстіндегінің бәрін білет. Осы күн 15 жасында бірнеше жігітті көріп тастаған қыздар бар. Ол ма? 15 жасында бала туып жатқандар қаншама. Мына заманда ештеңеге таңғалмайтын болдық. Қысқасы сол күні қызына біраз жалынған әкесі түнде менен ақыл сұрады. Аудандық білім басқармасына барсам деп едім. Мына қыздың қарсы болып тұрғаны, дейді. Қыз кісінікі, ертең бүрсігүні кетеді. Сіз өзіңізді ойлаңыз, мен дайынмын, дедім. Мен бұлай айтсам тағы да бір құпия тұстары бар. Айттым ғой, ауылымыз кішкентай, біздің қылмысымыздың беті ашылуы мүмкін. Ал ауданға барсақ, арқамызды кеңге салуға болады. Үйткені мен үшін Астанаға барған көңілдес күйеуім мына тұрған ауданға бармайды дейсіз бе? Әрине, кел десем, астындағы өзім әперген көлікпен жетіп барады. Айтқандай, қызының қылығын переходной возраст деген ағам үндемеді. Таныстарым жоғарда отырғанда мен барып, ауданға жайғасып алғаным жақсы еді. Олар ол жерде қашанға дейін отырады дейсің, деген ойын айтты. Ендеше қатынап істеп көрсеңіз, дедім. Осы дұрыс шығар, мына қыз басылғанша көшу жайлы айтпай-ақ қояйық, деген ағам ауып түсті. Әрине, ауданға барып келіп жүрсе, менің де 4 құбылам теңесер деймін. Себебі үлкен қыз оқуға кетсе, кіші қыздай алдай алам. Анасы қайтқанда кішкентай еді, сонда маған бауыр басты. Ал анау қыздың несі бар еді? Оның үстіне ағам айтпақшы, переходной жаста. Әрі білдейм бір мектептің завучының қызы, өртенте көзі. Ағам екеуміз тапқанымызды үстіне іліп аузына тығып отырған соң құтырмай қайтеді. Айтқандай, қызым сен доктор боласың, деген әкесі медицина жайлы оған кітаптар әперген. Соны оқып жүрген қыз. Бала қалай пайда болады дегенді білмейтін жынды емес. Мұның тумайтын қатын алдың, біліп тұрып алдың, деп ұрыс шығарғаны да сол шығар. Сөйтіп жүргенде оқу аяқталды. Қызды құжаттарын арқалап, ағам кетті. Ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары бал алды. Ол енді кез келген өнердің есігін қақпай кіретін болды. Мен де мұнда қарап қалмадым. Қос майданға қатысып қарсы келгенді соғып жүрдім. Соңғы 2 айда некелі күйеуіме қарағанда, көңілдес күйеуімен жатқаным көп еді. Өйткені ағам қызын оқуға түсіріп, өзі ауданға жұмыс сөйлесіп шауып жүрді. Сондай күндердің бірінде ауданнан қайтқан ағам үйге көңілсіз кірді.
Негізі көңілсіз емес, аздап сілтеп алған екен. Өзінен өзі әңгіме айта бастады. Маған ол керек ау, мен болашағымнан қорқып жүрмін, дейді. Көзім бақырайып түсінбей қалдым. Палчандар болды, онан басқа да 2 профессор болды. Әңгімелерін естіп құласып келдім, дейді. Ойбай, солардың әңгімесін естіп ішкен болсаң іше бер, менің әңгімемді естімесең болды, деймін ішімнен. Сөйтсем бұрынғыны қозғап, 50-бай, 60-бай деп қаладағы достары құлағына сыбырлаған көрінеді. Жүре берсең кеш қаласың, туатын қатын алсаң әлі де шанс бар дептіміз. Оны қалжыңшыны аралас өзі айтып отыр. Алайда ішкен адам ішіндегісін айтады. Қайтейін, осы күнгі қазақтың сонау ғасырдағы ата-бабасының жетістігін айтып, мақтанғаннан басқасы жоқ. Ол заман басқа, бұл заман басқа. Ол заманның еркектері қандай болған? Білмейм, бірақ мына заманның еркегін көріп жүрмін. Айырмасы аспан мен жердей ғой. Әйтпесе мына байым ана байымнан 10 шақ жасқа үлкен. Егер соны ертерек білгенімде, мен бейбақ ажыраспас едім. Үйткені менің мұным ақ теректен көк терекке секіріп, ақ терек көк терек бізденске кім керек деп өлең айтып ойнағанмен бірдей болды. Әрине, мыналардың қайсынан тусам да маған бір бала керек. Құдайдан жатсам да тұрсам да тілейтінім осы менің. Бірақ 13 жыл болды, саран Құдай бермеді. Жоқ, олай емес екен. Сол жылғы жаздың соңында Құдай беріп, бір күнде бағым жанып шыға келдім. Бір күні ауылдық акушер келіншек сүйінші сұрағанда, есім шығып сөйлей алмай қалдым. Шынымды айтсам, өз көзіме өзім сенбедім. Рас, сіңлім, рас, дейді ауылдық доктор. Тағы бір рет тексеріп беріңізші деп қоям. Дәріханаға барып таяқша әкеліп, өзім көрейін, дейді. Қысқасы акушерканың айтқаны дәл келді. Апай мені сол күннен бастап мені тізімге қойды. Төпем көкке екелі жетпей қалды. О Құдай, сенің де қарасатын күнің бар екен ғой, деймін. Осыдан кейін ауылда шу ете қалды. Шуламай қайтеді. 13 жыл дегенде бала көтеріп тұрмын. Сен маған енді жазба, ешқашан жазба, мен бала көтердім, дедім көңілдес күйеуіме. Олай болса үмітімді үзіп үйленем, дейді. Мұнысы мені қорқытқан түрі шығар деп, үйлен, иә үйлен жаным, бірақ мені жақсы көргенің рас болса, сен енді менің өмірімнен бір жола кет, маған жолама, деп жаздым. Күйеуім жылап тұрған смайлектерді жіберіп жатты. Сау бол жаным, бақытты бол, деп жаздым да бұғатқа салдым. Менің бала көтергенімде менің айналам тағы бір рет шулады. Көз көрген таныс келіншектер, онан мектептегі коллегаларымның бәрі жағымды жаңалығымды сөз қылып құттықтап жатты. Үйткені 13 жылдай болып бала деп қақсап жүргенімді бәрі білетін. Олардың көбі, дұрыс дедің, ертерек ажырасқаныңда балаң өсіп қалар еді, көрмейсің бе, құрбыларының балалары жігіт болды әлі. Құтты болсын, деп жатты. Онысы рас, менімен бірге оқыған Нәзік деген келіншектің тұңғыш баласы 15-ке келді. Қалада оқитын студент. Тағы бірінікі мүшел жасты толтырды. Солардың арасынан қысыр қалған жалғыз мен ғана болдым. Осыдан 2 жыл бұрын аяқ асты ажырасып тұрмысқа шыққанымда, таң қалып бір дүрліккен ауыл, осылайша 2-ші рет дүрлікті. Мектеп, әсіресе ұстаздар жағының қуаныштарында шек болмады. Олардың қатты қуанатындай жөндері бар. Неге десеңіздер, менің ағам аудандық білім басқармасында 2-ші адам болып жұмысқа тұрып, абыройы көкті тіреп кетті. Осыдан кейін мектеп басшылығы маған келгенде, сондай қамқоршы болып шыға келді. Апай біткеннің бәрі сіңлім деп айналама жиналды. Жасы кішілер тәтелеп, сыйлап жатты. Қайда барсам да шашбауымды көтеріп жүргендер табылды. Біздің қазақ сондай десем ешкімде ренжімейтін шығар. Сонымен сабақ басталғанда мен ауыл мектебіне қалсам, ағам ауданға барып келіп жұмыс істеді. Астында өкімет берген көлік, оған өкімет құйған бензин, аптада 1 рет, кейде 2 рет келіп кетіп жұмыс істеп жатты. Үлкен қыз медициналық университетке жайғасты. Алайда ол қызда айда 1-2 рет келіп,
әулие басына барып отырып кетіп жүрді. Сонда оның мен үшін емес, марқұм анасы үшін келетінін білетінмін. Өйткені менің көтергеніме бүкіл ауыл қуанып жатса, ол қыздан бір ауыз жылы сөз шықпады. Мұндайда, бұл қыздың мінезі сондай ғой, деп өзімді өзім жұбатып басатынмын. Бірақ бұл қыз неге бүйтеді дегенде қорқынышым болды. Бір күн ауданда жүрген ағам қоңырау соғып, кешке 3-4 адам қонаққа барады, дастархан дайындап қой, деп сәлем айтты. Сабағымды тастай сала сөмкемді құшақтап дүкенге ұштым. Сонымен не керек, керек жарақтың бәрін алып үйге жетсем, тағы да 2-3 жас мұғалімдер келді. Бізді директор жіберді, барып көмектесіңдер деп айтты, дейді. Әрине, білім басқармасынан келетіндер болса, біздің директорға да қатысы бар. Ол да кеудесін соғып құрдай жорғалап, жылмыңдап кетеді. Бұл тек қана біздің мектепте емес, барлық мектептерде сондай. Тіпті қонаққа кеткен шығынның құнын мұғалімдерден ақшалай жинап алатын директорлар да бар. Сонымен 3 келіншек зыр жүгіріп, тәттілер пісіріп жатқанбыз. Біріміз салат жасасақ, біріміз бауырсақ пісіріп дегендей күйбең тірлік қызған еді. Кенеттен қалта телефоным шыр ете қалды. Қолымда қамыр болған. Қасымда тұрған келіншекке алшы деп халатымның қалтасын көрсеттім. Ойымда түк жоқ қой, қайтейін. Сонда қолын салған келіншек шығарып алып, көзіме ұстады. Басшы сөйлесейін, бұл кім екен? Деп өтініш жасадым. Білмеймін апай, аты шықпай тұр, дейді. Мен бейбақ тізерлеп отырғанмын. Тұрып қолымды сүртуге ерініп, қане құлағыма ұсташы, дедім. Қалайсың өзің, дейді арғы жақтан бөтен біреу. Даусы таныс көрінсе де абыр-сабырда мән бере қоймай, айта бер, бұл кім екен, деп тоқтай қалсам, менің балам қашан шығам деп жатыр, деп қойып қалды. Сонда ғана мен сорлы мына еркектің өзімнің көңілдес күйеуім екенін түсіндім. Содан амал жоқ, телефонымды алдым да, ей жынды ешек, сен өзің не деп тұрсың, деп айқайлап бердім. Ол да бірдеңелерді айтып жатты. Сасқаннан басып жібердім. Байланыс үзілді. Әрине, өзім өшіріп құтылдым. Сонда әлгі келіншектің бірі өз жұмысын істей берді. Алайда құлағыма тосқан Жазира деген жалт қарады. Бұл өзі өсек аяңға қатты жақын, жағы-жағына тимейтін сусылдақ келіншек болатын. Үшеуміз кішкентай ғана бір ас бөлменің ішінде тұрған соң, ол мына сөзді анық есітті. Меніңше екеуі де есітті, бірақ мына келіншектен келер қауіп жоқ. Ал анау жазөк өсек айтпай жүре алмайды. Онан қорықпаса болмайды. Оның үстіне ол менің саусақтарым дірілдеп телефонды өшіріп қалтама салғанды да көрді. Қайтейін, екі бетім қызарып жүрегім тоқтап қалғандай болды. Бұл менің көңілдес күйеуім ғой, оның даусы мұндай емес еді. Ол сорлыға не болған деп қоям. Ол мұндай қып сөйлемейтін еді, дөрекі жігіт емес еді. Әлде мен бұғаттап тастағанға бөтен еркекке қоңырау соқтырып тұр ма екен деймін. Қысқасы миымның төрінде түрлі сұрақтар сайрап тұрды. Өзінен өзім үрейлене бердім. Ал енді телефонды қоспасам тағы да болмайды. Аяқ асты ағамның өзі қоңырау соғуы мүмкін, және де тап сондай да болды. Мен телефонды қосқаннан безілдеп ала шықты. Арақ-парақ колаларды өзім апарамын, сен алмай-ақ қой. Олар ішетін қымбат арақ, біздің ауылдан вряд ли табылады, дейді. Иә, соныңыз дұрыс. Олардың қандай арақ ішетінін сіз білесіз ғой. Сол жақтан өзіңіз ала салыңызшы, деп жалбалақтай бердім. Иә, оларды мен өзім алам. Сен жақсылап дастархан дайында. Алла қаласа 1 сағатта шығамыз, деген ағам қоя салды. Осы бір өткен 5 минутта Жазөк апай менен көзін алмады. Бетіме бақырайып тік қарамаса да, көзінің астымен ұрлана бағып тыңдап жүрді. Ол қатынның локатордай қалқиған қос құлағы мен жақта түрулі. Өзі әшейін күйбеңдеп жұмыс істегені болып жүр. Құрысын, тап мына келіншектен қорқу керек. Директорда 50 мұғалімнің ішінен басқасын таппағандай, осыны жіберіп деймін. Алайда көзіммен көріп, қолмен ұстап алған жоқ қой деп, өзімді өзім сабырға шақырған болдым. Ал ағаммен сөйлесіп қайта салған телефоным тағы да шырылдап жатты. Мазалап жатқан соңғы 85 деген әлгі номер. Бұл менің көңілдес күйеуімнің номері шығар.
бірақ басқа байланыс. Мен бұғаттаған номерінің де соңы 85 болатын. Мен оны жатқа білем. Ал енді анау екеуінің көздерін ала бере, телефонымды тағы да өшірдім. Онан басқа амалым да жоқ еді. Содан жанымды қоярға жер таппай жүріп, қайта қоссам, пәлен нөмір бірнеше рет қоңырау соқты деген хабарламалар келе берді. Сонда ғана менің басыма былай шығып, жеке сөйлесейін деген ой келді. Әйтпесе 2 сағаттан кейін ағамдар келеді. Мына сорлы қоңырау соға бергенін қоймаса не болады? Сол жерде сасқаным сонша, мұна өзі бұрынғы байым ба, деп ойланып қалдым. Бірақ бұрынғы байымнан басқа мен шатасқан жерім жоқ. Алайда ол сорлының мұндайы жоқ еді ғой. Ол менің бұрын байым болса, кейін көңілдесім болған. Мен оған қоңырау соқпа десем соқпайтын. Өзім жазбағанша жазбайтын. Бүгін не болғанын білмеймін. 10 шақты рет қоңырау соғып тастапты. Не болса да тыныштық болса жарар еді. Қыздар, сендер істей беріңдер, мен қазір дүкенге барып келейін, деп зып бердім. Сонан соң бөлмеме кіріп халатымды шешіп лақтырдым да, үстіме жұқа көйлек пен күртешемді іліп алып көшеге шықтым. Онан үй сыртына айналдым да, әлгі нөмерге қоңырау соғып, сен кімсің деп айқайлап бердім. Нәсіп болса байыңмын, дейді. Сонда ғана мына сорлының удаймас екенін түсіндім. Тілін шайнап тұрған соң даусы өзгеріп, танымаған екенмін. Мен саған бәрін түсіндіріп айттым. Сен енді звондама, жазба деп ұрыссам. Вот, солай жасайын десе, мына нөмерді WhatsApp-қа тірке алмай отырмын. Кеше ғана алып едім, дейді. Ей, жынды, жап аузыңда, әуре болма. Мен саған бәрібір жауап бермеймін, деп зыбылдап тұрмын. Ау, оны қыш. Тасташ. Менің балам қандай? Қашан шығам деп жатыр, дейді. Ақымақ жынды, бұл баланы сенің балаң деп кім айтты? Деп шәңкілдесем. Мұхаммед айтты, Мұхаммед, дейді. Ойбай, Мұхаммед деген кім? Деп шошып кеттім. Сен оны танымайсың ба не? Ол деген пайғамбар Мұхаммед түнде ғой түсіме кіріп, анау бала сенің балаң деп айтты, дейді. Мына сөзіне имам зәрем қалмады. Тап қазір мен тұрған жер екі үйдің тең ортасы. Қазіргі үйіме 150 метр болса, бұрынғы үйіме де сондай шығады. Қалайдан маған мынаның үнін өшіру керек? Әйтпесе мазамды алып, артымда шат. Мас болып отырып, аяғымды аспаннан келтіреді. Мойнымды созып үй жаққа қарадым. Жыбырлаған тірі жан көрінбейді. Онан біраз жүріп, бұрынғы үй жағыма қуыс көшеге сығалаған болдым. Адам жоқ. Жалғыз өзіммін дедің ғой. Сол рас болса қақпаны ашып қой. Бірақ далада тұрма, үйде бол. Мен келе жатырмын, дедім. Ләббәй, жаным, ләббәй. Саған қақпада есікте всегда ашық. Только вперед. Болшы тез, дейді тілін шайнап. Барам, бірер минутта барам, бірақ сен маған тиіспеймін десең барам, дедім. Кел дедім ғой, келе бер. Мен саған тиіспеймін, бірақ чуть-чуть иіскеймін, деп әндеткен көңілдес күйеуім қуып кетті. Құдай өзің сақтай көр, деп жан-жағыма ұрлана қарадым. Күздің алғашқы айы, күн жылы болса да көшеге кезген ешкім жоқ. Өйткені бұл адамдар әлі жұмыстарынан қайтпаған кез. Мен мынаның бір жағына шықпасам болмас, ішкен адамда уәде болмайды. Бүгін түнде үйіме барса қайтем? Тап осы қолынақтар келген күн, солардың үстіне кірсе өлген жерім, үйім болады. Сонымен ойланып тұратын уақыт жоқ, қақпасынан зып беріп үйге кірдім. Өз айтқанда екеуі де ашық тұр екен. Мұрнымда арақ пен темекі аралас қолаң сайыс жарып жіберіп, тамағыма тығылды. Қолдағы үстелде босаған бөтелкемен 3 қасық тұр. Жұмыртқамен ет араластырып қуырған болыпты. Онысы қап-қара боп күйіп кеткен. Бір сөзбен айтқанда, үйдің ішіне сыпырғыш тимегеніне біраз болған. Соған қарағанда қақпас енемнің кеткеніне көп болған деймін. Әйтпесе ол қатын мынандай ғып үйін жайрат, баласына арақ ішкізіп қоймайды. Сонда есікті ішінен жапқан соң, табалдырықта жаймен ғана тақылдаттым. Жуынатын бөлмеден аяғын әрең басып теңселген көңілдес күйеуім шықты. Құсты ма, тышты ма, іші білсін. Сенің мұның не? Неғып арақ ішіп жүрсің? Деп сұрадым.
Өйткені мұның бұлай арақ ішпегенін бұрын соңды көрген емеспін. Бір аттарыма баламды жуып бердім, дейді тілі күрмеліп. Ойбай, кімге жуып бердің? Сенің осы есің дұрыс па? Ол жайлы ешкімге айтпайтын болып келістік қой. Енді неғып сандырақтап жүрсің? Десем, келші жаным, мен сені қатты сағындым, деп мойныма асыла кетті. Кет әрі, жақындама, деп кеудесінен итеріп жатырмын. Алайда еркектің аты еркек емес пе? Екі қолымнан ұстап жібермей қойды. Ол аздай тамағымнан кеудемнен шөпілдетіп сүйіп жатыр. Төсегіне барып ұйықташ, мен саған ертең келейін, өтірік айтсам өліп кетейін, деп алдаған болдым. Ол мені сонда да жібермеді. Сенімен болғым келіп тұр. Сонан соң ұйықтаймын, отвечаю, жаным ұйықтамасам еркек емеспін, дейді. Сонда да әрі-бері қарсыласқан болдым, жібермеді. Тым болмаса мына балаңды аяш, деп жалындым. Бәрібір құшағынан босатпады. Еркектің ана жері оянғанда бас істемейді дейтінін оныңыз рас екен. Қалай айтсам да жібермей жабыса берді. Сонда ғана мен бейбақ, бермесем құтыла алмайтынымды білдім. Ол менің етегімді түртіп жіберіп, шартылдатып соғып жатыр. Мен болсам осыдан кейін ұйықтап, деміңді ал, сөзінде тұршы, деп жалынып жатырмын. Ішкен адам бітіре қойсын ба? Белімнен басып, бұтымнан тартып біраз әуреледі. Содан белі босағанда ғана бөксемді жіберіп, теңселе берді. Төсегіне итеріп жібердім де үйінен атып шықтым. Тап сол кезде тар көшеден жазу қарсы келе жатты. Бұтымдағын да тартып үлгермеп едім. Қипақтап барып, қайттың ба жазук, деп сұрадым. Иә, апай, қайттым. Балаң жылап жатыр деп енем қоңырау соқты. Соған кетіп барам. Бірақ бәрі дайын, тек үстелге қойып шығу ғана қалды, дейді. Рахмет саған, рахмет. Енең шақырған болса бәрі ғой, деп үйге қарай ұша жөнелдім. Аяғымды тықылдатып желіп келем. Әй, тоқта. Мына жүзіктің үйі қайда еді? Бұл осы қуыс көшеде тұрам өзі? Мұның үйі бұрынғы Ленинада емес пе? Ол қазір Абай көшесіне барып ауысқан. Егер де сонда тұратын болса, бұл мені аңдып барған анық. Мен сонда суыт жүріспен үйге жеттім. Үстел үстіне салаттарын қойып, коллега келіншек жүр. Екеулеп тездете қойып шығайық, келіп қалар, деп жұмысқа кірістім. Оңай емес. Аудандық білім басқармасынан келетін қонақтарды күту деген оңай емес. Қатыны қандай салақ ет деп айтпаса болар. Сол үшін үстелге қойып жүгіріп жүрміз. Сонан бір кезде мына келіншекті сөзге тартайын деген оймен жаздық болғанда ғой, оны да енесі қайта-қайта қоңырау соғып шақыра берген несі, деп сұрадым. Үйге қайтам деп кетті ғой, дейді. Білмеймін, енем қайта-қайта қоңырау соғып қоймады, деп бара жатқан жолда көрдім, дедім. Білмеймін, WhatsApp-на жазған болмаса, оған ешкім қоңырау соққан жоқ еді, естімедім, дейді. Сол кезде жүрегім тартып, ішім қылп ете қалды. Директорды тап сол өсекшіні жіберіп деймін. 50 қатынан басқасын таппады ма? Тыңқ деп WhatsApp-ма хабарлама келді. Қорқа басып ашып қарасам, біз жақындап қалдық, деп ағам жазыпты. Мына келіншекке алғысымды жаудырып, жауабын бердім. Сонан соң душқа кіріп, өз-өзімді жинап, тазаланған болдым. Айтып болама. Апталап келген ағам құшағына тартуы мүмкін ғой. Еркек дегеннің екі тасы толса болды, түн ба, таң ба қарамай қонжия салады. Ол мені сағынып келгенде былғанып жатқаным жарамас. Мұндайда кейбір еркектер күдіктеніп те қалады, дейді. Ал арадан көп етпей жанына 3 адам ерткен ағам кірді. Оған жалбалақтап біздің мектептің директоры жетті. Осылайша аудандық білім басқармасының бастығы біздің үйде қонақ болды. Алдына түсіп айналасы зір жүгірді. Мектеп басшысынан тыс бақша меңгерушісі арнайы келіп сәлем берді. Ақаннан асыра сілтеген ағамның профессор Палчаны қанымды ішті. Мұнандай әдемі келіншекті өзің тудырсаң, мықты болғаның. Бірақ сен абайла, Палчан, жасырын келіп жәукемде жүрген жас бөрілер болмасын, деп қалжыңдап қояды. Осыдан кейін әңгіме сарыны баяғы 50 бай 60 байларға ауысты.
Сол шалдардың өздерінен дейсіңдер ме? Тоқалдары қайнысынан ба, көршісінен ба туған шығар? Мен талайын көрдім. Қазіргі еркектерде простатит деген өршіп тұр. Бұл ауру бұрында болған, деп сампылдап отырды. Сөйтсем, бұл албастының мамандығы уролог екен. Тасақ зерттеп профессор болған сияқты. Өзі де жалмаңдағап қалған тәлпіш біреу. Қатын құмар бәле екені айтпаса да түсінікті. Бәрін айт та бірін айт демекші, сол күні араққа тойған ағаларының әңгімелері қатын қалаштан әр аспады. Жүргіш келіншектер көбейді, дейді. Қазіргі жігіттер қызсың ба, қатынсың ба қарамай ала береді деді. Онан өздерінен үлкен қатындарға үйленеді деді. Әйтеуір өсекті қатты айтты. Бірақ аузыма құм құйып, құйрығымды қысып мен отырдым. Қайтейін, сондай жүрген келіншектердің бірі менмін ғой. Сол күні ананы мынаны әкелген болып кіріп, телефоныма үңілмен болдым. Көңілдес күйеуім сөзінде тұрып ұйықтап қалған сияқты. Әйтеуір мазаламады. Бірақ мені жазөктің көргені есімнен кетпеді. Сол кезде соқтық емес деймін. Сөйтіп, біреу еді қаям, екеу болды маям дегеннің кебін кидім. Өйткені мен бұрын үлкен қыздан қорқатын болсам, енді жазоктан да қорқатынды шығардым. Әңгіменің жалғасын келесі бөлімде оқып берем. Құрметті тыңдарман, 2 күн ішінде аяқтаймын. Әңгімені жоғалтып алмас үшін арнаға жазылып, мені қолдап отырыңыздар. Оқу да оңай емес. Маған тіркеле кетіңіз.